Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін танымал тележүргізуші Ирина Теннің инстаграмдағы парақшасында жариялаған қазақ тілі мамбеттердің тілі деген жазбасын талқылайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Танымал тележүргізуші Ирина Тен инстаграмдағы парақшасында мамбет сөзінің мағынасын түсіндіріп, қазақ тілінің мамбеттердің тілі екенін айтты. Тележүргізушінің сөзінше, қазіргі жастардың санасына мамбет деген сөз қараңғылық пен надандықтың баламасы болып қалыптасқан. Сол себептен ауылдан келген болса да, кез келген біреу сәл мәдениет танытса, оған орысша тілі сәл шорқақ болып жатса да, тіпті жол ережесін бұзған жағдайларда қарсыласын осылай атай салатындар бар екен. Ирина Тен бұл сөзді қолданып жүргендерге оның мән мағынасын айтып берді. Ендеше білмегендермен бөлісейін, білетіндердің есіне салайын. Мамбет Мұхаммед пайғамбардың құрметіне қойылған есім. Сөз түбірі арабтың хамд, мақтау сөзімен төркіндес. Мұхаммед, Ахмад сөздері мақтаулы, мадақтаулы деген мағынаны білдіреді. Ал тарихта 300-дің басын қосып, ел бастаған Абылай ханның сенімді серігі болған Мамбет батыр Күнбасұлының сыр еліне аты белгілі Мамбет әулие Олжабайұлының есімдері кездеседі. Оны бір естісе, екіншілері мұндай адамдардың болғанында бейхабар, дейді журналист. Қазақ тілін жетік меңгерген тележүргізуші сонымен қатар бұл сөзді орынсыз пайдаланғандарды сынады. Кімде-кім екінші біреуді кемсіту, төмендету мақсатында мамбет деп атаса, өзінің білімсіздігін әлемге паш еткені. Әлем демей-ақ қойсақ та, өзіне және қарсыласына кімнің шынымен қараңғы екенін түсіну жеңілдетеді. Кешіріңіз, бірақ қазақша сөйлемейтіндерді түсінемін. Шын қиын шығар. Жаңа нәрсе үйрену үшін миды кәдімгідей қимылдату керек қой. Түсінбейтін тілде ақпарат алған таза стресс емес па? Оның үстіне білмей тұрғаныңды үйретпейтін, айтқан келген нәрсеңді түсінбейтін, тырыспайтын, қатеңді кешірмейтін адамдар тағы бар. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақ тілі шынымен мамбеттердің тілі ме? Пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз.